Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Мен бүгін сіздерге діни тұрғыда қалай ұйықтаған дұрыс екендігі жөнінде айтып беремін. Әрине біз мұның барлығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір салтынан аламыз. Сондықтан жалпы пайғамбарымыз бізге тіпті ұйқының өзін үйретіп кеткен, қалай ұйықтау керектігінің өзін түсіндіріп кеткен. Қазіргі медицинада да өздеріңіз білесіздер, көп айтылып жүр, адам толық ұйықтау керек, адам ұйқысын реттеу керек. Егер ұйқысы дұрыс болса, ол адамның денсаулығы да мықты болады деп айтылады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұның барлығын бізге сонау 7-ші ғасырда үйреткен. Ал егер біз оның барлығын қолдансақ, Алла қаласа біздің де денсаулығымыз мықты болмақ, және миымыз да сергек болады, жұмысы да жақсы болады. Ең біріншіден, әрине, ол түнгі ұйқыны дұрыстау керек адам. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам секілді бір рет құптан намазынан кейін ұйықтап қалу керек. Және ұйықтап қалғаннан кейін түннің соңғы бөлігінде оянып құлшылығын жасау керек екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар, Алла тағала ол Дәуіттің намазын жақсы көреді, және Дәуіт пайғамбардың оразасын жақсы көреді дейді. Ал ол қандай намаз бен ораза деген кезде, Дәуіт пайғамбар түннің соңғы бөлігінде тұрып құлшылығын істейді екен, және оразаны күн ара ұстайды екен, яғни бір күн ұстап, бір күн ұстамайды екен. Міне Алла тағала сондай құлшылықты жақсы көреді екен. Сол себепті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да бізге айтқан, яғни ерте ұйықтап, құптан намазынан кейін, сосын бірден түннің бір бөлігінде тұрыңдар деген. Ал егер ерте ұйықтасақ, әрине түнде тұра аламыз. Ал кеш ұйықтасақ, қайдағы тұрған, тіпті таң намазына да ұйықтап қалып жатамыз кейде. Және де ең бастысы тура осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам секілді біз ұйқымызды дұрыстайтын болсақ, онда біздің денеміз де сергек болады, жалпы ертеңінде көңіл күйіміз де дұрыс болады. Ал ұйқысы қанбаған адамның көңіл күйі де дұрыс болмайтыны белгілі. Ал екіншіден, ол қайлула ұйқысы, ол түскі ұйқы екен. Мысалы, көптеген елдерде осы түскі ұйқыны тіпті өздерінің практикаларында бар көрінеді. Мысалы, қателеспесем, осы Жапонияда ғой деймін, тіпті бір арнайы төсектер дайындап қояды екен. Жұмыс уақытында түстен кейін отырасыз, сәл мызғып алуыңызға болады. Сосын қателеспесем, Испанияда ғой деймін, олар кәдімгідей заң жүзінде бекітілген сондай бір түскі ұйқылары бар екен. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, бесін намазынан кейін аз да болса көз іліп алыңдар дейді. Яғни бесін намазынан кейін бір кішкене ғана, бір 15 минут ұйықтап алған ұйқының өзі 1-2 сағаттық ұйқымен тең екен. Және өздеріңіз де байқаған шығарсыздар, егер түсте ұйықтап алсаңыздар, сіздердің сол күні екінші бір күніңіз басталғандай энергияңыз тасып күшті болып жүресіз. Сол себепті де мүмкіндіктеріңіз болса, әрине, түсте де бір кішкене көз іліп алғандарыңыз абзал. Ол да сіздердің өмірлеріңізге пайда беретін сөзсіз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ұнамсыз ұйқы деп айтқан тағы бір ұйқысы бар. Ол таңғы уақытта, яғни күн шығып келе жатқан кезде ұйықтау. Негізінен бұлай ұйықтаған ұнамсыз амалға жатады, бірақ әрине күнә емес. Өйткені сол таңғы уақытта ең берекелі уақыт болған кезде, және адамдардың бір ризығын молаятын уақыт болған кезде адамдар ұйықтап жатса, әрине өкінішті. Әрине, мысалы менің өзімде де, мен бұрын ерте тұрғанды жақсы көретін адам едім, ерте тұратын едім. Ал қазір кішкентайыммен түні бойы көп оянатын болғандықтан, қазір мысалы сол таңғы уақыттың, таңғы күн шығатын кездегі уақытты қазір жіберіп алып жүрмін, көбіне ұйықтап қалып жатамын. Ал егер сіздерде сондай мүмкіндік болса, онда осы таңғы уақытты жіберіп алмаңыздар, өйткені таңғы уақыт ең берекелі уақыт болып саналады. Сонымен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұйқыға да дұрыс дайындық жасайтын болған. Бірінші кезекте ұйқыға жатар алдында жеңіл-желпі дәрет алатын болған. Өйткені олай дәрет алып жатқан адамның басында періште тұрып, уа құлым, бұл пендеңнің күнәсін кешір, себебі бұл тазарып жатты, пәктеніп ұйықтады деп айтады екен. Сол себепті де мүмкіндігінше, шамаларыңыз келгенше ұйқыға жатар алдында дәрет алып жатқандарыңыз абзал. Сонымен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оң жақпен ұйықтауды өсиет еткен. Яғни екпетінен де жатуға болмайды. Екпетінен жату
жағымсыз істерден саналады. Өйткені адамның ең ауыр ағзасы, яғни сүйегі мына омыртқа сүйегі екен. Адам екпетінен жатқан кезде бүкіл мына ішкі біздің жұмсақ ағзаларымыз бар ғой, соның барлығын басып жаншып тастайды екен. Кейін ауырып жатсаңыз, соның да себебі болуы мүмкін екпетінен жатқан ұйқының. Сол себепті де оң жақпен жатқан дұрыс екен. Неге сол жақпен жатуға болмайды? Өйткені сол жағымызда біздің жүрегіміз бар, жүрегіміз қысылып қалады. Ал оң жақпен жатса, адам ұйқысы да тыныш болады, немесе шалқасынан әрине жатуына болады. Міне бары осы. Егер сіздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ұйықтау әдісімен, ол үйреткен әдіспен ұйықтайтын болсаңыздар, өмірлеріңізге береке кіріп, жалпы денсаулықтарыңыз мықты болары сөзсіз. Бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Төмендегі инстаграмға жазылып қойыңыздар, және осы видеомызға лайк басып, пікір жазып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің ұйқыларыңыз қалай? Кеш жататындардың қатарынансыздар ма, әлде ерте тұратындардың қатарынансыздар ма? Осы видеомнан кейін әдістеріңізді өзгертесіздер ме? Сол туралы осы видеоның астына жазыңыздар. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.